Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын. АТР-де заман ейінің вақыты бүгін январь айының 25-ші ве Қырым ишғалінің 1063-ші. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдыке эфирімізде бойле хаберлер. Адвокат Полозовны ФСБ идаресінде сорғуға чекмеге естегенлер. Мен қырсызланған едім. Илми Умеров адвокатның қырсызлануыны қорқызып саясеті деп адландырды. Олар Қырым татарларының мерақларыны яқшы Москвалы адвокат тақдим еткенін істемей. Қырымда Кенеде Украин радиосы çalışып башлайжақ. 2014 senesi Meydan Radyosu Gayradan yanhara başlaması büyük bir yanıştır. ФСБ Николай Полозовны қырсызланған еді. Адвокат оның яқалынуыны бойле деп адландырды. Уйледен сон Ахмежит Музафир ханесінде яшаған Николай Полозовның одасына 6 шақыз кірген. Керек олған весиқаларыны бермеден оны субетке чақырғанлар. Полозовны межлис рейсін муавины Илми Умеровның давай ішінде шат оларақ сорғыға чекмеге істегенлер. Нетижесі сорғы видеоға чекілген. Адвокат суалерге жауап бермектен вазгечті. Я был похищен, я это так квалифицирую. Мен қырсызланған едім, бұны бойле таныйым. Мен Қырым Жұмхуреті Вияқяр шиыр бойынша ФСБ бөлігіне кетірілдім. Сурав девамында тығығатшының суаллеріне жауап бермедім. Мына бойле кағытны азырладым. Анда индемейіп, утыра сөз ибаресіні яздым, вешуны белгіледім. 2012 сенесі майыс 31 күнінден федераль қанунның 8-ші маддеге көре 63-ші номералы қанун бұ адвокатның фалиеті ве Русия Федерациясында адвокатура ақында қануныдыр. Русия Федерациясының процессуаль кодексінің 3-ші бөлігіне көре адвокат юридик ярдымыны көстергені үшін сорғыға чекілмей біле. Николай Полозов Қырым ве Русия махкемелеріндегі ФСБ әрекетлеріне қаршы шикаетіні инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне йолай жақыла. Полозовның қорыма ішіні тоқтатмақ үшін ишғалжелер оны межлис рейсін муавины Илми Умеровның ішінде шат оларақ сорғыға чекежек ола. Умеровның айтқанына көре таққатшылар Полозовны іштен бошатсалар, о башқа адвокатларға мұражат етмеге мечбур қалыжақ. ФСБ Қырымның яна кемет елбашчылығында Ярамадада дегер планлары бар. Олар Қырым татарларының мерақларыны яқшы Москвалы адвокат тақдим еткенін істемей. Бұл дегер адвокатларға ве Русия Федерациясында Қырым татарларға қол тұтқанларға насихаттыр. Қорқызмақ үшін. ПСД Украинанен бағлы резолюция бақылмақта. Авропа Шурасының парламент ассамблеясында Украинадаки демократик кетішатларнен бағлы незарет миссиясының эсабатлары денленілі. Резолюцияға 24 түзетув қайдетілгендір, да екі мадденің қошылмасы теклиф етілі. Русия тежавузы ақында яни түзетме қабыл етілсе, телекесізлікнен бағлы вазиет кергенлішіві дестабилизация үшін эсас түлеке деп сайла. Да евел Авропа парламент ассамблеясында Авропа журналистлерге қаршы қорқытывы ве сөз сербеслігі бойынша резолюция қабыл етілді. Қабыл етілген қанунда Русияда қапатылған Украина мүбіслерінің азат етілуі де бар. Здесь находятся представители 40... Мында 47 девлет темсилчилері болуна. Бір белгіленген весиқа бұл девлетлерінің президенті ве баш назирлерінің масасына қойыла. Бұл мемлекетлерінің парламенті есе бұл весиқаға көре девлетінің саясетіні шеклендіре. Яны біз белгілейміз, Русия селя ве иқтисадият салаларында ширик яда истележі. Бақчасарайда Кутлеви тентеулер өткерілген вақыт қол тұтмаға шыққан Энвер Шырфиевге ишғалжелер махкемесі тәйінленген 15 бинлік пара жазасыны 10 бингеже экселткен. Бойле қарарыны түневін қорчалайжы тарафы берген шекейет бақылған вақыт Қырымның ишғалжелер махкемесі қабыл еткен. Біз махкемеде өткерілген топлашу дегер инсанларының аққыны бозмағанын избатлап болдық. Yolcu ve nakliye yürüyüşüne keder etilmedi. Шырфиевке қабатланув маддесini деңіштіріп Санкт-Петербургтің қанунсыз тешкіл етілген митингте иштирак еткені үшін 10.000 рубль миқдарда жаза белгіленді.
Ижғал етілген Қырым музейі скит алтынларыны беклей. Ахмежетінің Таврида меркези музейінде ижғал етілген ярамадада артефактларының қайтарылacağına умют беслейлер. Кешкен сене декабрінің 14-інде Амстердам Вилееті махкемесі скит алтынның сайыбы Украина девлеті олғанынан бағлы қарар чықарғандар. Skif алтынлары да belli değil. Mahkeme kararı bizim faydamızga olacak mı yok. Biz iyi neticeye ümit etemiz. Lakin anda tek ak mescid ve bahçesaray değil. Anda keriç ve kefe. Anda tek altın değil. Misal için skifli tunç kazanı o sirek. Böyle kazanlar Ukrayna'da tek 2 ya da 3 tanesi tapıldı. Onun için yazık. Altın skif ve sarmat ilvanları Kiev'de kıymetli muzeyinde. Lavrada pek çok Kırım eksponatı var. Ахмежетте арабалар үшін парковка фияты арттырылды. Шер мерkezінде арабаны 1 саатқа қалдырмақ үшін саатына 100 рубле төлемек керектір. Бойле етіп ижғалжелер мерkezде олған тыныкларнен көрішмеге планаштыралар. Пара төлеместен yol kenarында қалдырылған арабаларны эвакуатор бастасынен жеза мейданчықларына алып кетежек екенлер. Шерде тек 800 арабаны сығдыра білген 13 парковка мейданы бар екен. Айдавжылар фиятлар арттырылғанынен мемнун дегілер. Палы. Балларны циркка бірқач саатқа кетірмек үшін парковка үшін 200-300-400 рубле төлемек керекміз. Шерна сакенлерінің шақси арабаларымен толдырылмасы не керек? Бізде жемат нақлиесі пек яқшы үре, яңы 70 автобус алып сеферге чықардық. Москвада айле зорбалығынен наразы олғанлар пикетке шыққанлар. Русия Девлет Думасының 2-ші отырышында айле қавғаларына рұқсет берілген қанун лейхасы қабыл етілді. Она көре эв зорбалығы адиселері жинайетлер категориясындан мемури месулиет статусына кечірілі. Binlerce kadın ve balalar ev zorbalığından azap geçiyor. Çünkü onlar zorbalıktan öleyler. Bu 116 madde ise onlar için özlerini korçalamak için yeken imkandır. Электрон шәдетнемелеріне алмаған көчіп келген қарт инсанлар үш айда бір кере незарет алтындаки топрақларда бұлынғанының таздықланмасы зарурдыр. Электрон весиқаны алғанындан ярым ел кешкен сон 2 түшкірів кечірілі. Бұндан сон елда бір кере. Бұның кебе денешмелер бұсене көрсетілді. Тафсиратлы малюмат бізім невбетті келев хамызда. Луганстан келген ихтияры өзіне Елена адыны сечкен. О өз сымасыны көстермеге істемей. Евде қалған яқынларының азап чекечеклерінден қорқа. Озы есе незарет алтында бұлынған территорияға майыс айының 14-інде көчті. Сыныфдашларым менне лаф етмей, олар için мен майданута оларақ сайлам. Комшуларым да конушмайлар. Не общаются. Елена үзліксіз незареті алтында бұлынған топрақларда яшай. Фақат бұны таздықламақ керек олар. Электрон шәдетнамесі бар олғанындан себеп, башта бір ярым ел кешкен сон, 2 түшкірів кечірілежек, сон райсы елда бір кере. Электрон весиқаны алмаған шақыслары үшін тешкерме 3 айда бір кере олacak. Пенсияны екене оларақ берген Ашатбанкта отырған ерлерге көре тешкірівлер кечежек. Каждые 3 месяца человек должен взять паспорт. Шахыс учайда бір кере паспорт идентификацион коды көчіп келгені ақындаки весиқаны алып, Ашатбан бөлігіне мұражат етерек. Параларны әсабындан шахсен чекмеліке. Физики операция ве идентификация кечірілген деп әсаплансын. Бұл меселе не үшін мұйым? Қарт пенсионер идентификациядан кечмесе біле, оның әсабындаки әрекет тоқтатылмайжақ. Параларын келген тағзірде біле, оларны қоланып оламаз. Но не сможет ними воспользоваться. Елена екесене девамында еді дайре денештірді. Сеферки көчівден сон тешкірів кечмесінден қорқа. Яныдан қайыт бір күн бір афта içinde дегілді, бір қач ай içinde yapыла. Бұл керчектен де пек қиындыр.
Карар эсасында яшаган ернын денишмесі башка шер яда башка вилиетке авыштырылмаса, ичтимаи хизметлер тешкирүү кечирмемели. Адлейчилер бойле деп аңлаталар. Айны заманда Крымсос тешкилатында кайдеткенлерине көре, не пенсион фонды, не де Ашатбанкның сайтында керек олған малюматы yok. Яни идентификациядан кечув муддетті беле олмағаны себебінден иза аталмақ üçün бу тешкилатларга мураджат етілмесі тепсе етілі. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Қырымда Кене Мейдан радиосы яңғырайжақ. Қырымға теле ве радио яйынлаулары үшін чалышажақ құленің құрылмасы сонына келді. Бұ ақта теле ве радио яйынлав меселелер бойынша милли шура азасы Сергей Костинский білдірді. 150 метрлі құле құрылышына 2 ай керек oldu. Февраль айындан башлап ярамада сакинлері Украинское радио, Мейдан, Қырым Ақиқат радиосы ве Херсон ФМ'ні динлей білежеклер. Костинскийнің айтқанына көре невбеттікі адым сайсал теле яйынлаулары olacak. Великим досягненням було те, що Мейдан 2014 Мейдан радиосы ғайрадан янғыры башламасы бұйық бір еніштір. Шымды есе дабыр адым атылачақ, вежғал етілген Қырымда да радио ешітіру чалышы башлачақтыр. Чонғарда құле құрылды бұ бұйық лейхадыр. Келечек адымызда ярым сене ішінде Қырымда телеканал яйыны да япылачақ. в цьому півріччі ми це питання теж вирішимо. Бұл бізім сонки хаберіміз еді. АТР-ле қалыңыз. Қайырлы ақшамлар.